соңғы вақытлары елімізде алып барылып жатырған әрбір тараудағы дөретушілік жұмыслар, солардың қатарында білімдендіру тарауындағы кең көлемді реформалар айтарлықтай дәрежеде өзгерді. Әсіресе елімізде президентіміздің басшылығында бүгінгі күнде білімдендіру системасын жаңаша рауажландыру, мұғалімдердің жәмиеттегі абыройын арттыру, оларды рухи һәм материалдық қолдау бойынша алып барылып жатырған игілікті істер, бұлардың барлығы тараудағы үлкен жаңалануларға текар болмақта. Бүгін біздер көрсетуіміз арқылы тіліміздің тазалығын сақлау, ана тілінде сөйлеу нормаларының, сондай-ақ қарақалпақ тілі сабақтарында қате кемшіліктерге жол қоймау мәселелері хақында сөз етпекшіміз. Сабақлық бұл дидактикалық оқу қолданба болып, бұнда оқушыларды дидактикалық бағдарға бағдарлайтын материаллар өзінде жемлеу керек. Сабақлық соның үшін сабақлық жарату машақатлы іс болып, бұл сабақлық жарататын авторлардан үлкен жауапкершілікті талап етеді. Енді жұмыс бар жерде әмме уақыт қате кемшіліктер бола толығын есеп қалсақ, бүгінгі күндегі қарақалпақ тілі һәм әдебиет сабақлықларында бірқатар қате кемшіліктердің бар екенлігін атап өту орынды. Бұл қате кемшіліктердің қай жерден шығатындығын назар таслап қарап көрсек, бұл сабақлықларды түзуге уақыттың аз берілуі, талаптың жоғары болуы. Сабақлықларды тексеретін редакцияларда қарақалпақ тілі әдебиет қайнегелерінің болмауы, сондай-ақ редакторлар, сабақлық авторлары, методистлер һәм қарақалпақ тілі әдебиеті мектеп оқытушыларының арасында біргеслесудің жолға қойылмағанлығы сабақлықлардың ішінде қандай да бір қате кемшіліктердің кетуіне жол ашатұғын бір негіздер болып есептелінеді. Қате кемшіліктер көбінше тәлім мемлекеттік емес тілдерде алып барылатын классларда оқытылатұғын қарақалпақ тілі сабақлықларының, әсіресе 10-11 класслар сабақлықларындағы қате кемшіліктердің көріп отырып, төмендегідей ұсыныстар бергіміз келеді. Негізі 10-11 класс қарақалпақ тілі сабақлығы компетенциялық қатынасқа құрылған болу керек, һәм бүйірде мемлекеттік білімдендіру стандартларында оқушыларды ойлауға, пікірлеуге һәм өз ойын қарақалпақ тілінде, яғни мемлекеттік тілде таза, дұрыс жеткеріп бере алуға бағдарланған болу керек. Мемлекеттік білімдендіру стандартларында осы талаплар қойылуына қарамастан қарақалпақ тіл сабақлықларында көбінше пікір білдіруге байланысты материалларда жоқ емес бар, бірақ көбісі когнитивлік, яғни білімді беру һәм сол тұрсына алу формасындағы сұрау жауапларға таянған, һәм осының себебінен мемлекеттік білімдендіру стандартларының қайсыдыр бір шәртлері орындалмай қалған. Осылардан келіп шыққан халда төмендегідей ұсыныстарды беруге болады. Өзі қарақалпақ тіл сабақлығы 3 бөлімге ажыратылған. Сөйлеуді рауажландыру, грамматика һәм әдеби оқу бөліміне ажыратылған. Бұндағы тикарғы біздің объектіміз болып тұрған нәрсе әдеби оқу бөлімі. Әдеби оқуға 10 класс сабақлығында 16 сағат берілген болып, сол 16 сағаттың 13 сағаты қарақалпақ әдебиет материаллары беріледі, бірақ календар тематикалық режеде берілген темаға сәйкес келмей тұғын сұрау һәм тапсырмалар орын алған. Ал қалған 3 темасы болса, шетел әдебиетінен үзінділер алынған. Мәселен, бір мысал келтіріп кетуге болады. Мысал, Абай Құнанбаевтың 5-ші қара сөз берілген. Біз бұны қазақ классларда оқытқанымызда қарақалпақ тілі мемлекеттік тіл оқытылатын классларда біз бермекші болған когнитивлік білімлер әлі қашан қазақ класслардың өзінің ана тілі әдебиетінде оқытылған болады, һәм біз бермекші болған білімлерден де көбірек білімлерді оқушылар алып болған болады, һәм бір сабақ сол тұрсыменен зиянына кетеді десек те болады. Ондан кейін Уильям Шекспирдің трагедиясы берілген. Трагедияның сот тұрсына мазмұны бұлайынша қара сөздермен берілген. Пікірімізше, егер қарақалпақ тіл сабақлығында Уильям Шекспирдің Гамлет драмасы оқытылуы шарт болса, ямаса Уильям Шекспирдің дөретушілігі оқытылуы шарт болса, ұсынысымыз Уильям Шекспирдің сонетлерінің қарақалпақшаға аударылған Ибраим Юсуп тарапынан аударылған вариантлары берілсе, сол класста оқып отырған оқушылар біріншіден
Уильям Шекспирдің сонетлерінің қарақалпақша вариантымен танысқан болар еді, һәм де Ибраһим Суттың аудармашылық шеберлігін және бір мәрте түсінген болар еді. Бүгінгі күнде халық білімдендіру системасы түпкілікті реформалар орайында тұр десек алжаспаймыз. Себебі ертеңгі күнімізді белгілейтұғын жасаулар там ұстаз мұғалімдердің ең үлкен континенті әне осы системаға қамтып алынған. Терең білім һәм тұрмыстық көлікпелерге ие болған, интеллектуалдық жақтан рауажланған ұл-қыздарды тәрбиялау. Сонымен бірге мектеплерде беріліп отырған тәлім-тәрбия белгілі бір кәсіпке бағдарлау оға да ахметлі орын иелейді. Оқушылардың мемлекеттік білімдендіру стандарттары талаптары тикарында білім алуында жаңа сабақлылардың рөлі жүзі һәм ахметлі. Себебі сабақлық оқушының тікелей мектептегі білім алуындағы бірден бір құрал есептелінеді. Бұндай сабақлылар әлбетте оқушылардың сол пән бағдарында, сол берілген темалар бағдарында өзі пікірлей алатұғын, сол тикарғы темаларды жеңіл түрде өзестіруге көмек бере алатын құрал болып есептеліну керек. Сабақлылар бізде әр жылы мемлекеттік білім стандарты қабыл етіп отырған жаңа оқу бағдарламаларын мазмұн тикарында жаңаланып барылу керек. Бірінші кезекте сабақлылардың жаңалануы 2022 жылы қолға алған болып, 6 класслардың, 7 класслардың һәм де 10 класслардың ана тілі сипатында оқытылатын қарақалпақ тілі һәм әдебиет пәндерінің сабақлылары сол дәуірдегі жаңадан істеп шығылған милли оқу бағдарламасы тикарында қайта істеп шығылды. Һәм бұл сабақлылар өз оқушыларына жетіп барды. Бұл сабақлыларда 21-ші ғасыр көлік қалыптастыруға бағдарланған тапсырмалар берілу керек. Әлбетте бұл сияқты тапсырмалар берілді деп есептесек болады. Себебі сол дәуірдің көзқарасынан келіп шыққан халда айтатын болсақ, оларда әлбетте бірінші нәубетте оқушыларымыз текстпен істесу керек. Оның тексттің тикарында сұрау жауаптар, һәм тексттің мазмұнында сәулеленген жаңа сөздер, кем ұшырасатын сөздер, ана тіліне байланысты базы сөз һәм сөз тізбектерінің мәнісін талқылау һәм оның мәнісін недерді ібарат екенін мұғаліммен біргелікте алып бару керек болады. Ондан кейінгі тапсырмаларымыз әлбетте сабақлықтың тексттің мазмұнынан келіп шыққан түрлі пікірлеуді, яғни ауызекі пікірлеуді талап ететін тапсырмалар болу керек. Һәм соңынан барып оқушылар жазба түрде, яғни пікірін, ойында, санада сәулеленген пікірін жазба түрде сәулелендіретұғын оқу тапсырмалар берілу керек болады. Ақиқатында да бұл вазипалар заман талабынан келіп шығып, келешекте ұлыма білім беру мектеплерінің білімлендірудегі нәтижелігін асыруда ана тілі сабақларын қате кемшіліксіз шығаруға айрықша ітбар қаратулары зарур. Қазіргі уақытта мектептерімізде таза сабақлықларменен тәмінленіп жатырыпты. Бұл теңгенің екі жағы бар дегендей, бұл сабақлықлар, таза сабақлықларда біраз жетіскерліктері менен біраз кемшіліктері де бар. Мысалға 5 классқа сабақ өткен уақытларымда қоспақ деген теманы оқып шықтым. Бұл жерде құсылардың біреу-біреуменен шатысу сөз етілгенде бұл жерде. Неке бұлар оқушылардың сана сезіміне, оқушылардың өзестіру дәрежесіне де біраз кемшіліктері бар. Жас балалардың өзі деп сол темалардың қате екенін түсініп отырды да балаларымыздың өзі. Енді біздер бұл темаларды түсіндірген уақытларымызда оқушыларға әдеп икрамлық жақтан ашынарлы да бұл нәрселер ұяламыз. Ақырына дейін түсіндіріп беруге. Бұл теманы өткен уақытларында қайсы автор қайсы ойменен жазған деген пікірде болдым да. 6 классқа тема өткен уақытларымда, дала арманларын өткен уақытларымда жүда оқушыларға өзлестіру дәрежесі жүда қиын. Кітапларда қараған уақытларында біздер көп қате кемшіліктер таба береміз. Авторларға бір ілтимасым бар. Бұл кітапларды дүзген уақытларында оқушылардың жас өзгешелігіне де қарап дүзуін өтініп сұрап қалар едім. Көбірек біздегі қиналып отырған мәселе ата-аналардың тарапынан көбірек наразылыққа пайда болуы мүмкін. Әлбетте бұл бұрынғы дәуірдегі сабақлыларға үйренісіп қойған көзқарас болғаннан кейін бұл әлбетте бұндай наразылықтар болады. Себебі бізде ана тілін пәнін оқыту барысында көбірек іліми грамматикаға тикарлаған тапсырмаларды орындаумен көбірек шектеліп қойғанбыз. Себебі іліми материалдар көбірек берілген болып, сол іліми материалдар оқушыларға толық жетіп баруда қиналады. Себебі біздің оқытушыларымыздан сол сабақлықта берілген грамматикаға байланысты тапсырмаларды оқушылар өзі түсініп отырғандай болып түсіндіреді, лекі бәрібір класста 25-30 оқушы болғанмен һәммені қабылдауы, қабілеті бірқилы емес.
себебі әркім әрқилы қабылдайтын болғаннан кейін ол жерде көбірек тикарына жазуға байланысты тапсырма беріліп, бұл әлбетте оқушыны жалықтырып алады. Жаңа әулет сабақтарында сол нәрселер есепке алынған, апуайдан құрамалға өту керек, яғни тексттің тикарында оқушылар ауызекі түрде өзінің пікірін білдіріп, сол тема атрапында ой пікірлерін сәулелендіріп, бір-бірімен пікір алмасып, талқылап, додалап, сол темаға байланысты өзінің мünәсәбеттерін білдіру керек болады. Осындай мünәсәбеттерден келіп шыққан халда әлбетте басқа да қосымша тапсырмалар, тапсырмалардан кейін әлбетте жазба тапсырмаға өту керек. Осы принцип тикарында сабақлар істену керек. Қарақалпақ тілінің мемлекеттік тіл сипатында орын бекемлеу, оның имканиятларының жоғары мәдениетлік пен пайдалану, тілдің рауажлану үшін саналы түрде атсалысу миллетіміздің келешегін белгілейді. Бұл мәселеде бейпаруалыққа, жауапкершілікке жол қою мүмкін емес. Білімлендіру тарауында сабақлықлардың тұтқан орны жүда ахметлі. Себебі заманауи сол технологиялар дәуірінде, рауажланған дәуірімізде жақсы талап дәрежесіндегі заманға сай дүниялық стандартларға жауап беретін сабақлықлар менен тәмелену бұл тикарғы вазифалардың бірі болып қойылған. Соңғы жылларда мектеп оқушыларының сабақлықлары заманауи үйлестірілмекте. Әсіресе соның ішінде біздің Қарақалпақ тілі һәм әдебиеті пәні сабақлықлары да қазіргі заманауи түрге еніп, тазадан Қарақалпақ тілі сабақлықларымыз, Қарақалпақ әдебиеті сабақлықларымыз жаңа баспадан шықпақта. Әлбетте, әрқандай өзгеріс, әрқандай жаңалану бұл инсанлар үшін пайдаға қызмет қылады. Бұл сабақлықлар хақында мұғалім сипатында өзім пікірімді айтатын болсам, әлбетте алдын неше жыллардан бері келатырған біз үйреніскен дәстүри сабақлық түрінен, формасынан түпкілікті парқ қылады. Оның темалардың ізбезілігі, басқа пәндермен байланысы, интеграциясы, ол жерде берілген идеология, дүния жүзлік классиклердің өмірі, тұрмыстық уақияларменен байытылғанлығы, әрбір темаға тиесілі бірнеше текстілер берілгенлігі, ол текстілерді оқушылар жеке һәм топарлар менен іслеп, өзінің білімін, көнлікпесін арттыруға жүдә әжайып имканиятлар жаратылған. Қала берсе, әзіргі компьютер технологиялар рауажланған дәуір болғанлығы үшін, әрбір тазыдан басылып атырған таза басылымдағы сабақлықларда өтіліп атырған тема бойынша QR кодыларға сол телефон құрылмалар арқылы тұтылса, сол темаға байланысты видео яки аудио файлардың біріктірілгені де бұл ұнамлы уақия әлбетте. Ана тіліміз милли рухилығымыздың сарқылмас бұлағы, миллеттің айнасы. Бұл айнаға назар таслай отырып, біз сол миллеттің өзлігін, милли үрп-әдет һәм дәстүрлерін, көп әсірлік тарихын көреміз. Демек, тілге хүрмет бұл миллетке, халыққа, оның тарихына һәм келешегіне хүрмет белгісі. Әлбетте, бұндай вазифаны орылау мектеп босағасынан баслануы керек. Жаңа әулет сабақлар үйрену үшін әлбетте бірінші нәубетте шетел мемлекеттер, яғни рауажланған мемлекеттердің шетелдердегі ана тілі сипатында алып барылатұғын барлық ана тілі сабақлар үйреніп шығу керек болады. Һәм де бұны додалауға қойылу керек. Себебі адамдардың көзін үйрету керек. Демек, жаңа сабақлар қандай болады, жаңа сабақлардың тикарында оқушылар қандай білім алады, қандай көнлік білер қалыптасады, олардың ахметі, пайдасы нелерден ібарат болады. Бұл халықтың көзін үйретпесек, бұл нәрсе бірден қабілеттілгеннен кейін әлбетте бұл қиналып қалады. Бірінші нәубетте біздің оқытушыларымыз да қиналды, онан кейін оқушыларды үйде сабақ даярлатып ата-аналарымыз қиналып жатқаны табиғи. Лекен дегенменен бұл заманның талабы, бұл оқушыларды мысалға грамматикалық материалменен айтайық, қазіргі күнде 8-ші кластардың һәм 9-ші кластардың сабақлықтары бұрынғы басылымда сабақлар болған үшін тикарынан олардың мазмұны тек іліми бағдарланған грамматикалық тапсырмалар есептелінеді. Әлбетте жоғарыда айтып өткендей, оны оқушының қабылдауы қиын, лекін оқытушының оқытуы аңсат. Себебі оқытушының оқытуы аңсат дегеннің мәнісі бұл жоғары оқу орнында алған академиялық білім, базалық білім тикарында оқытушы қиналмайды. Себебі грамматикаға толық
меңгеріп келген, lekin оқушы сол грамматиканың терең бағдарларын, терең мазмұндарын өзестіріп кету қиынға ұшырасады. Har qanday басыланып жатырған істің жетіскерлігіменен біргелікте аз кем кемшілігі де болады. Осы сабақтылықтарды өту барысында базы бір темалардың оқушының жас категориясына салыстырғанда жүктеменің көплігі жағдайлар ұшырасады. Темамыз сол 5 классқа арналған болса, ол жерде берілген мағлұматлар көлемі сәл көбірек. Бағдары да бір-біріне сай емес жерлерде ұшырап тұрады. QR кодлардың әмме сабақлықларды толық талап дәрежесінде істенбеуі, ондағы аудио яки видео файліне таныспақшы болған оқушы QR кодқа құрылмасын тұту арқалы оны көрмекші қалесе, бірақ ол нәрсе әмелге аспай қалса, бұл адамның сол ықыласын қайтарады бәрібір. Бұл да қандайды бір тәрізде оған тәсір етеді. Қате кемшіліктер дұрыс жағынан шешіліп, біздің қарақалпақ оқушыларымызда қарақалпақ тіліміздің байлығын, әдебиетіміздің бай мирасларын жақсы меңгеріп, дүния әдебиетлары менен, дүния тілдері менен қатара алып барып, ертеңгі келешегіміз иелері болып жетілсет деген үміттемін. Тіліміздің тазалығын сақлау, ана тілінде сөйлеу нормаларының бұзылуына жол қойма бағдарындағы жұмысларымыз еледе жеткіліксіз. Алдымызда мелге асыра тұғын вазипаларымыз еледе көп. Соның үшін да ана тілге ітібар қарату үшін әрбіріміз жауап берекеліктерімізді ядларымыздан шығармауымыз керек. Ұсынуменен бүгінгі көрсетуімізге жұмақ жасаймыз.